отбасыларыңызға өте қатты ұнайтын, қонақ келген кезде ұялмай дастарханыңызға қоятын, балдарыңыз сүйсініп жейтін осындай дәмді балықтың рецептімен бөлісетін болам. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Өте пайдалы ақпараттармен бөлісетін болам. Ең алдыменен балықты алып келіп, жақсылап жуамыз. Бірнеше бөліктерге өзіңіздің қалауыңызша бөліп аласыз. Бөліп алған балығымыздың үстінен тұз саламыз. Тұз салғаннан кейін қолымызбен жақсылап барлық жеріне тигізіп, араластырып шығатын боламыз. Сол арада сковородкаға майымызды қыздырып қоямыз. Және де мен осындай сухой салфеткаға екі жағын қойып, 10-15 минут қойып қойдым, себебі балығымның суы тартылу үшін. Қызып тұрған сковородкаға ұнды алдым. Ұнға балығымның екі жағын жақсылап батырамын. Ұнға ештеңке қоспаймын. Біреулер жұмыртқа қосып жатады, мен ештеңке қосқан жоқпын. Тек қана ұнның өзіне балықтың екі жағын жақсылап аунатамыз да қызып тұрған майға саламыз. Балықтарыңыз шашырамайды, жұп-жұмсақ, әдемі болып пісетін болады. Пісірген кезде асықпаймыз, міндетті түрде қып-қызыл болғанша осылай қуырамыз. Қып-қызыл болған кезде ғана екінші бетін аударып, сухой салфетканы тарелкаға салып, үстінен кезек-кезек алатын боламыз. Балығымыз шикі болмайды, дәмді өте тамаша болып шығады. Әркім әртүрлі жолмен жасайды. Мен тек қана ұнға батырып осылай жасадым. Отбасымызға өте қатты ұнады. Дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Осылайша тарелкаға өздеріңіз салфетканы салып, біреулі балықты алып жейсіздер. Ас болсын, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Данагүл. Осындай дәмді балықты отбасыларыңызға жасап беріңіздер, олар да қуанып сіздерге алғысын айтатын болады.